Сәлем достар, бүгін сіздер өте қызықты сұрақтарға жауап беріп, білімдеріңіз бен логикаларыңызды сынап көретін боласыздар. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Англияның Ливерпуль қаласында 2-2 мықты футбол командасы өзара матч ұйымдастырған болатын. Ливерпуль мен Манчестер Сити командалары. Матчқа көп жанкүйерлердің келгені соншалық, бүкіл стадион лыққа толып кетті. Сэм есімді матчты күзетіп жүрген күзетшілердің бірі, ойыншылардың киім ауыстыратын бөлмесінде қосалқы құрамда отырған ойыншының бірін мәйітін тауып алады. Ол киім ауыстыратын жердің маңынан 3 күдіктіні ұстады. Күдіктілерді тергеуге алған кезде футболшы Ориги өзінің қосалқы құрамда отырған командаласының қаза тапқанын естіп, осында жүгіріп келгенін айтты. Тазалықшы мәйітті өзі тапқан, содан кейін бірден күзетшілерді шақырғанын айтты. Комментатор По болса, өзінің киім ауыстыру бөлмесінде жай тексеруге келгенін айтады. Сэм күдіктілердің сөзін естігеннен кейін кімнің өтірік айтып тұрғанын бірден біледі. Ал сен қалай ойлайсың? Кім өтірік айтып отыр? Комментатор По өтірік айтып тұр. Себебі ол комментатор. Ол өз орнынан алыстамау керек. Сондай-ақ оның киім ауыстыру бөлмесіне кіруге мүлдем құқығы жоқ. Харри бала кезінен сиқыршылар мектебінде оқитын, бірақ ол бір күні сиқырды дұрыс жасамай, сиқыры оның еркіне бағынбай, күлгін шарға айналып кетеді. Нәтижесінде шар жан-жаққа өз әсерін тигізіп, жер бетінде түсініксіз заттар байқала бастады. Сонымен достым, мына кескіндерге қарап, Харриге өзінің нені өзгерткенін табуға көмектес. Ал мына кескінде ненің дұрыс емес екенін тауып комментарийге жазып кет. Екі саяхатшы Рафиня мен Тиаго бір ерекше орманға келіп зерттеулер жүргізбек болады. Бұл орманның ерекшелігі сол, орманда тек керіктер, арыстандар мен аюлар ғана өмір сүретін. Екі жігіт таң атпай ерте шығып орманға жетеді, бірақ сәлден кейін қатты қорыққан Рафиня полицияға келеді. Өтінемін, маған көмектесіңіздерші, менің досымды жыртқыш қабыландар талап жеп қойды дейді. Бірақ жергілікті полиция офицері оның сөздеріне сенбейді, керісінше Рафиняның өзін тұтқындауға бұйрық береді. Сұрақ: офицер не үшін бұлай істеді? Егер менің айтқан сөздерім есіңде болса, бұл орманда тек керіктер, арыстандар мен аюлар өмір сүреді. Демек, Тиагоны қабыландар жеген жоқ. Сәйкесінше Рафиня бірдеңе жасырып отыр. Төртінші сұрақ: бұл жерде сіз бір бай бизнесменнің 4 баласының бала бағушысы болып жұмыс істейтін Гүлсараға көмектесуіңіз керек. Яғни үйдің ішінде әр жерге тығылып қалған балаларды байқап, оларды Гүлсараға табуға көмектесіңіз.
егер бәрін тапсаң жарайсың. Ал бұл мұқияттылыққа арналған сұрақ, және де өзіңнің танымал брендтердің логотипін қаншалықты жақсы білетініңді анықта. Бұл сұрақта бір брендтің 3 түрлі логотипінің арасынан дұрысын табуың керек. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, бізді қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Және де өзіңіздің нәтижелеріңізді комментарийге бізбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бәрі бар арнасы. Бізде бәрі бар. Сау болыңыздар.